Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытудың ерекшеліктері. Элективті курс бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 4-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағатты қамтиды. Бағдарламаның мақсаты оқу сауаттылығына қол жеткізуге бағытталған мағыналы оқу негіздерін меңгерген білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ауызша сөйлеуде, оқуда сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіндірме сөздермен жұмыс істеу дағдысын арттыру, сөз жасап ережелерін білу арқылы тілді дамыту. Орфографиялық дағдыларын жетілдіру, жүйелі жазу дағдыларын жетілдіру. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытудың өзектілігі. Бұл элективті курс бағдарламасында түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін жетік, терең меңгеруіне, оқушылардың тіл сауаттылығы мен сөз байлығын, ойлау қабілетін, дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Ғабит Мүсірепов атындағы номер 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Қалабаева Майра Кемелівна. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жазу сауаттылығы деп аталады. Бағдарламаның негізгі мақсаты өз бетімен жұмыс жасауға үйрету, ойлау және сөйлеу дағдыларын дамыту, яғни шығармашылық жұмыс жасауға барлығын жетілдіру, яғни дүниетанымын кеңейту болып табылады. Келесі бағдарламаның міндетіне келетін болсақ, яғни қазақ тілі пәнінен алған білімдерін тереңдете отырып, ғылыми және білім негіздерін қалыптастыру болып табылады. Яғни оларды дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, ойлана білуге және шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету болып табылады. Яғни оқушылардың қатесіз жазуға дағдыландыру. Ол үшін көшіріп жаза отырып, оған көп көңіл бөлуіміз керек. Яғни дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, ойлана білуге, шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету болып табылады. Яғни мұндағы күтілетін нәтиже, яғни оқушы өз ойын ашық жазады, яғни өз көзқарасын дәлелдейді, грамматикалық тапсырмаларды дұрыс орындай біледі. Яғни тек сөздерді пайдалана отырып, яғни оларды сөздік жұмыспен жұмыс жасауға үйретеді. Яғни жаңаны таңдап білуге деген құштарлықтарын арттырады. Яғни ойлау қабілеттерін жоғарылатады, яғни жоғарылайды оқушылардың. Келесі қарайтын болса, бұл жерде жазу сауаттылығы, бұл әріптерді дұрыс сөйлеуге және олардан сөз құрастыра білуге, орфографиялық және пунктуалдық нормаларға сай, яғни олардың ойлау, есте сақтау қабілеттерінің дағдысына баулу болып табылады. Бұл дағдыны бастауыш сыныптарда бастауыш сынып оқушыларына қалыптастыру және оқушылардың жазу сауаттылықтарын, яғни олардың ойлау қабілеттеріне, яғни оларды өз еркімен жаза білуге көмектеседі. Келесі, яғни бұл жерде бастауыш сынып мұғалімдерінің негізі бұл бағдарлама, яғни бірінші сыныптар үшін аптасына 1 рет, яғни 33 сағат, екінші сыныптар үшін, үшінші, төртінші сыныптар үшін аптасына 1 рет, яғни 34 сағат болып табылады. Яғни бірінші сыныптар үшін оқушылар әріптерді дұрыс жазуға және каллиграфияны дұрыс үйрене біледі және олар қысқа сөйлемдердің барлығын өздері жаза бастайды. Екінші сыныптарға келетін болса, ол жерде орфографиялық ережелерді меңгеріп қана қоймай, олар сөйлем құрап, сол сөйлемдерді ары қарай дамыта біледі. Үшінші сыныптар үшін, яғни шағын мәтіндер берілетін болса, сол шағын мәтіндерден қателерді тауып, олардың қатесін түзетуге үйренеді, яғни шығармашылықты жазуға жетілдіреді деп білеміз. Яғни төртінші сыныптар үшін болса, олар үлкен сыныптар болғандықтан, яғни жазу сауаттылығын толық меңгеріп, ондағы эссе, диктант, әртүрлі шығармашылықтарға баулуға машықтанады. Яғни жазу сауаттылығы бұл бастауыш сынып оқушыларының білім алу процесінде атқаратын маңызы зор. Яғни жазу сауаттылығы оқушылардың білімділігінің негізгі көрсеткіші. Яғни қорыта келетін болсақ, яғни біз барлық оқушыларға бастауыш сыныптан бастап, бұның барлығын осы жазу сауаттылығын қалыптастыруымыз қажет. Яғни олардың тиімді оқыту әдістерін қалай қолдану керектігін, яғни оқушылардың жазу сауаттылығын мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты болады. Яғни соны мұғалімдер кәсіби біліктілігін арттыра отырып, оқушыларды жазуға деген қызығушылығын оятып, яғни өзі ғана емес, ата-аналармен жұмыс жасау арқылы, яғни оларды қамтамасыз етеді. Тек осылай ғана біз барлық оқушыларының жазу сауаттылығын, яғни оқушылар біздің болашағымыз болғандықтан, сол болашақ ұрпақты сауатты жазуға дағдыландыруымыз керек. Яғни оларды дағдыландыра отырып, олардың білімдерін қалыптастыра аламыз. Назарларыңызға рахмет.